Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Алдыңғы видеода біз жоғары мектеп педагогикасының функциялары мен даму тарихын қарастырған болатынбыз. Бүгінгі дәрісімізді ары қарай жалғастырайық. Жоспар бойынша бүгінгі видеода біз жоғары мектеп педагогикасы әдіснамасы, жоғары мектеп педагогикасының әдіснамалық негіздері және де білім беру жүйесін ақпараттандыру тақырыптарын қарастырамыз. Жоғары мектеп педагогикасы әдіснамасы кәсіби білім берудің заңдылықтарын, мазмұнын, ұйымдастырылуын және нәтижелерін зерттеуге бағытталған принциптер, тәсілдер, әдістер жүйесі. Ол жоғары оқу орындарындағы оқыту мен тәрбиелеудің инновациялық технологияларын ғылыми тұрғыдан негіздеуді қамтамасыз етеді. Ғылыми зерттеу мынандай принциптерге сүйенеді. Олар ғылымилық, жүйелілік, белсенділік, студенттердің өзіндік жұмысына ынталандыру, үздіксіз білім беру және де оқытудың гуманистік бағыты. Жоғары мектептегі педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық мәдениеті, педагог зерттеушінің ғылыми ойлау мәдениеті, зерттеу тақырыбын таңдау, гипотеза қою және ғылыми әдістерді негіздеу. Сонымен қатар, этика мен академиялық адалдық принциптері. Жоғары мектеп педагогикасын зерттеудегі әдіснамалық тәсілдерге тоқталатын болсақ, 5 түрлі тәсілі бар. Ең алдымен ол жеке тұлғаға бағытталған тәсіл. Бұл тәсілдің мәні студенттің жеке ерекшеліктерін, мотивациясы мен мақсаттарын ескереді. Жоғары білім үшін маңызы жеке білім беру траекторияларын қалыптастыру. Келесі құзыреттілікке бағытталған тәсіл. Бұл тәсілдің мәні кәсіби және әмбебап құзыреттерді қалыптастыруға бағытталады. Жоғары білім үшін маңызы дайындықты еңбек нарығы талаптарына сәйкестендіру. Келесі жүйелік тәсіл. Жүйелік тәсілдің мәні білім беру өзара байланысты тұтас жүйе ретінде қарастырылады. Ал маңызы оқу үдерісі мен сапаны басқаруды оңтайландыру. Келесі іс-әрекеттік. Ол білім студенттің белсенді іс-әрекеті арқылы қалыптасады. Және де жоғары білім үшін маңызы білімді практикада қолдану дағдыларын дамыту. Және де соңғы тәсіл ол мәдениеттанулық. Яғни білім беру қоғам мәдениетінің бір бөлігі болып табылады. Жоғары білім үшін маңызы тұлғаның кәсіби және азаматтық мәдениетін қалыптастыру. Бұл тәсілдер маманның кәсіби және әлеуметтік өзгерістерге бейімделе алатын заманауи моделін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Жоғары мектеп педагогикасының әдіснамалық негіздері. Жоғары оқу орындарындағы педагогикалық зерттеу әдістері теориялық және эмпирикалық, яғни практикалық болып бөлінеді. Теориялық әдістер талдау, жинақтау, модельдеу, салыстырмалы тарихи талдау, индукция және де дедукция. Эмпирикалық, яғни практикалық әдістер бақылау, әңгіме, сұхбат, сауалнама, эксперимент, яғни анықтаушы және қалыптастырушы, тестілеу, іс-әрекет нәтижелерін зерттеу, ранжирование, яғни реттілікке келтіру, тіркеу, сапа мен сан арасындағы байланысты айқындау, статистикалық әдіс, орташа шамаларды есептеу. Педагогикадағы деректерді жинау мен жинақтау әдістері 5-ке бөлінеді. Олар бақылау, сауалнама, тестілеу, педагогикалық эксперимент және де студенттердің оқу жетістіктерін талдау. Бақылау студенттердің мінез-құлқын, оқу іс-әрекетіне қатысуын, оқытушымен қарым-қатынасын зерттеу үшін қолданылады. Сауалнама мотивацияны, пәндерге деген көзқарасты, оқу процесіне қанағаттану деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. Тестілеу құзыреттерді меңгеру деңгейін бақылау және диагностикалау үшін қолданылады.
Педагогикалық эксперимент оқыту әдістерінің, формалар мен технологияларының тиімділігін тексеруге бағытталған. Және де соңғысы, студенттердің оқу жетістіктерін талдау, жазбаса жұмыстарды, жобаларды, портфолионы, практикалық тапсырмаларды зерттеу. Қазіргі қоғамның жетекші үрдістерінің бірі білім беру жүйесін ақпараттандыру. Қазіргі маманға қойылатын талаптарда кез келген пән мұғалімнің компьютерді ақпаратты алу, беру, өңдеу және сақтау құралдары ретінде меңгеруі маңызды мәдени элемент ретінде қарастырылды. Ақпараттандыру білім берудің барлық құрылымдық компоненттерін, мазмұнын, ұйымдастыру формаларын, әдістері мен құралдарын, педагог кадрларын даярлауды, әлеуметтік экономикалық, психологиялық дидактикалық, материалдық техникалық жағдайларды қоғамның ақпараттық мәдениетімен өзара байланыстыру болып табылады. Жаңа ақпараттық технологиялар оқыту процесінде ақпаратты дайындау және білім алушыға жеткізу, оны жүзеге асыру құралы компьютер. Олар мына артықшылықтарды береді. Оқу іс-әрекетіне қызығушылық пен мотивацияны арттыру. Сараланған оқытуды жүзеге асыру. Әрбір студент білім алудың белсенді субъектісі болады. Бірдей уақыт ішінде жұмыс көлемі әлде қайда көп орындалады. Бақылау және бағалау үдерісі жеңілдейді. Оқу әрекетінің дағдылары, яғни жоспарлау, рефлексия, өзін-өзі бақылау, өзара бақылау дамиды. Ғылым ретінде педагогикалық қызмет педагогикалық құбылыстарды сипаттап, түсіндіріп қана қоймай, олардың дамуын болжайды. Мамандарды даярлаудың инновациялық модельдерін жасайды. Педагогикалық қызмет кәсіби білім берудің сапасын қамтамасыз ететін педагогикалық технологиялар мен шешімдерді жасау, енгізу және бағалауға бағытталған дербес ғылыми сала. Оның дамуы жоғары білім беруді жаңғыртуға және кәсіби әрі әлеуметтік ортада өз мүмкіндігін тиімді жүзеге асыра алатын бәсекеге қабілетті маман қалыптастыруға ықпал етеді. Дәрісіміздің ары қарай жалғасын келесі видеомыздан көре аласыздар.